Сәлем балақай. Бүгін сені каналымда көргеніме өте қуаныштымын. Бүгінгі сабақ математика, қосу және азайту деген тақырып. Бүгінгі сабақтан балақай азайту және қосу амалымен танысатын боласың. Қосу дегеніміз бұл бір заттардың тобына екінші бір заттардың тобын әкеліп біріктіру. Қосу математикамызда мынадай таңбамен белгіленеді. Ал азайту дегеніміз бір заттардың тобының бір бөлігін ажыратып алу. Ал азайту дегеніміз мынадай таңбамен белгіленеді. Тақырыбымызды толығырақ түсіну үшін оқулықтағы тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші суретке қарасақ, нені байқап тұрмыз? Бірінші суретте екі оқушы тұрды, мектептің сыртында. Ал үшінші оқушы оларға келіп қосылып жатырды. Басында неше оқушы тұрды далада? Екі оқушы тұрды. Одан кейін оларға тағы да бір оқушы келіп қосылды. Енді балақай, бұл жерде барлығы неше оқушы болды? Барлығы 3 оқушы болды екен. Бұл жерде екі оқушыға тағы да бір оқушы келіп қосылды. Сондықтан бұл жерде қосу таңбасы және қосу амалы жүзеге асты. Бастапқыда 3 қыз бала болып еді. Біреуі кетіп қалды. Сонда мектеп сыртында неше қыз бала қалды? 2 қыз бала қалды. 3 азайту 1 тең 2-ге. Бірінші суретте қосу амалына, екінші суретте азайту амалына берілген есептер болды. Келесі суретке назар аударайық. Бұл жерде суреттер мен оларға берілген жазуларға қара, оларды оқы дейді. Бірінші суретке қарасақ балақай, бір оқушы тұрды. Оған келіп, екі оқушы қосылды. 1 қосу 2 тең болады. Барлығы 3 оқушы болды. Сәлден кейін осы тұрған 3 оқушының ішінен 2 оқушы бөлініп кетті. 3 азайтылған 2 тең 1-ге. Астындағы берілген өрнекке назар аударып отырмыз ба? Бастапқыда болған оқушы санына келген оқушы санын қосты. Керісінше екінші суретте барлығынан кеткен оқушыларды азайтты. Келесі балақай, мына дүниені жақсылап есіңде сақтау керек. Бірінші қараймыз. 2 қызыл шар тұр. Оған келіп тағы бір көк шар қосқан. Барлығы бізде 3 шар пайда болды. Енді осының әрбірінің өзінің атауы бар. Мысалға, бірінші тұрған 2 бұл қосылғыш, екінші тұрған 1 бұл қосылғыш, ал тең болаттан кейінгі тұрған 3 бұл қосындының мәні. Осы 2 мен 1-ді қосқан кезде шыққан 3-ті қосындының мәні деп айтамыз. Бұл қосу амалының компоненттері деп аталынады. Келесі сол сияқты азайтуға қатысты. Бірінші көріп тұрмыз, бұл жерде 3 шар берілген. Енді 2 қызыл, 1 көк шар. Оның ішінен 1 көк шарды ажыратып алды. Сол кезде 2 қызыл шар қалды. Енді бұл жердегі 3-ті біздер азайғыш, өйткені ол азаяды. Екінші тұрған 1-ді азайтқыш, өйткені ол азайтады. Ал тең боладан кейінгі тұрған 2-ні айырманың мәні дейміз. Келесі балақай, мына тапсырмаға назар аударайық. Қосынды мен айырманың мәндерін тап. Карточкалардың түсіне назар аудар және түсіндір деген. Бұл қалай орындалады? Бірінші қосылғыш бірінші қатарда тұрған, екінші көк түспен белгіленген екінші қосылғыш, үшінші жасыл түсте бұл қосындының мәні. Бұлар балақай тігінен орындалады. 2 қосу 1 тең болады 3-ге. Келесі екінші қосылғыш 1 қосу 2 тең болады 3-ге. Азайтуға да қатысты солай тігінен қолданамыз. 3 азайту 1 тең 2-ге. 3 азайту 2 тең 1-ге. Келесі тапсырмада балақай дәптерге қалай жазылатындығын көрсетіп тұр бізге. Дәптерге жазған кезде біз әрбір санды бір төркөзге жазуға жетпіз. Және әрбір амалды, таңбаны бір төркөзге салуымыз қажет. Енді бұл өрнектің оқылуына назар аударайық. 2-ге 1-ді қоссам 3-ге тең, немесе 1 қосу 2 тең 3 деп оқысақ та болады.